окуяларының алдын алу, көлік тізгіндеген жүргізушілердің заң бұзбай жүруін қадағалау мақсатында қала аумағында автобус жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Бір тәулік ішінде халықты тасымалдайтын қоғамдық көліктер мен жалпы көпшілікті тасымалдайтын барлық көліктер бақылауға алынып, автобустарға қатысты 18 әкімшілік хаттама толтырылып, жүргізуші хаттамасы жасақталды. Бұндай әкімшілік құқық бұзушылықтың көбісі жүргізушілердің автобус айдауға санатының жетіспеуі және ұялы телефонды қолдану, қауіпсіздік белдігін тақпау, маневр ережелерін сақтамау бұзу фактілері болып отыр. Өз кезегінде тәртіп сақшылары жүргізушілердің мас күйінде көлік айдамауын, техникалық және медициналық тексерістен өткендігін, ұялы телефонды көлікте отырып қолданбауын, сақтандыру полисінің бар жоғы тағы да басқа заң бұзушылықтарды қадағалайтын болады. Бұндай жедел алдын алу іс-шаралары алдағы уақытта да өз жалғасын таппақ.